Қазақстандағы киіктер санын алдағы 2 жыл ішінде 200 мың басқа жеткізу керек. Бұл мамандардың көздеген межесі. Өткен жылғы санақ елімізде 152 мың бас ақбөкеннің бар екендігін анықтады. Оның 3 мыңға жуығы үстірт даласында. Еліміздегі ең аз шоғырланған популяция да осы жерде. Одан кейін бетпақдаланың бөкендері мен Орал киігі келеді. Сондықтан биылғы санақ жұмыстары Ақтөбе мен Маңғыстау облыстары аумағында жүргізілді. Мамандар бірінші кезекте үстірт даласына бет алды. Облыс орталығынан 720 шақырым дәл осы жерде, яғни Маңғыстау облысымен шекаралас орналасқан Тассай бекетінде мамандар санақты бастайды. Үстірт даласының киігін есептеуге уақыт өте аз, өйткені сәлден соң құралай жел басталады. Төлдеген жануарлар түлеп түсін өзгертеді, сондықтан оларды әуеден байқау қиынға соғады. Дер кезінде суретке түсіріп, санын анықтап алмаса, артынша иен даладан табу да мүмкін емес. Опыт показывает, что устюрская погода теплее, чтобы сайга не разбрелась на этот период. Өткен жылдардың тәжірибесі бірінші кезекте үстірт даласының киіктерін санау керектігін көрсетті. Бұл жерде көктем Орал мен бетпақдалада әлдеқайда ерте шығады. Сондықтан үстірт киігі де бірінші төлдейді. Ұшақпен бақылауға 50 сағат бөлінген. Бірінші киіктердің бағыттарын анықтап аламыз. Биыл киіктерді санаудың жаңа тәсілі қолға алынды. Бірінші кезекте ұшқыштың кәсіби шеберлігі мен санақшылардың қырағылығын қажет етеді. Жерден шамамен 150 метр биіктікте қалықтап отырып, ерек жолмен ұшу арқылы неғұрлым көп аумақты қамтуға болады. Әрбір бұрылыстың арақашықтығы 10 шақырым. Осы аралықта көзге түскен жануардың барлығы санақшылардың дәптеріне түртіледі. Разработали совместно с Институтом зоологии охотзоопром новую методику обучения. Иен далада қозғалған қараны лезде байқайтын қорықшылар санақ жүргізгенде керек ақ. Үстіртті де 5 саусағында біледі. Сондықтан олар есептеу әдісін санаулы минуттарда игеріп, көп айналмай ұшаққа жайғасты. Барар бағыт Маңғыстау облысы. Ақбөкендерді санауға заманауи технологиялар көмекке келген. Ұшақтың екі жағына жайғасқан есепшілер цифрлық фотоаппаратқа белгіленген аумақты суретке түсіріп отырады. Сонымен қатар төменде жүгірген жануарларды көзбен есептеп қағазға түсіріп алу керек. Ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдері киіктердің саны соңғы 2 жылда тұрақты өсіп келе жатқандығын айтады. 2016 жылмен салыстырғанда былтыр 41%-ға көбейіп, 152 мың басқа жеткен. Алайда 2015 жылы пастереллез дертіне болған жаппай қырғын қызыл кітапқа енген жануарлардың сиреп кетуіне себеп болды. Мемлекеттің қорғауына алынған жануарлардың санын арттыруға бағытталған жұмыстар жан-жақты жүргізілуде. Қазір енді киіктерді қорғау үшін, олардың популяциясын кеңінен зерттеу үшін жаңа технологиялар қолдануда. Бұл яғни спутниктік қарғыбау деп атайды. Былтырдың өзінде біз 48 қарғыбау орнаттық. Бұл яғни киіктердің қайда жүргенін, популяцияның қай бағытта, сонымен қатар браконьерлермен күресу мақсатында осындай қарғыбаулар орнатылды, және сонымен қатар фото қақпандар орнатылып жатыр. Бұл жұмыстардың, істердің барлық басты мақсаты еліміздегі киіктердің популяциясын өсімін молайту, оны қорғау жұмыстарына арналған. Жануарлардың бейқам жайылып, еркін төлдеуіне кедергі көп. Бірінші кезекте қаруын асынған қылмыскерлер мүйізіне бола иен даланы қанға ақсатады. Өткен жылы қылмыскерлердің қолынан 473 киік денесі мен 1174 мүйіз тәркіленді. Биылғы санақтың алғашқы күні үстіртте суыт жүрген азаматтар кезікті. Қос аяқты көлікті ерттеп мінген екеу төбелерінен ұшақ төмен ұшқанда жолсызбен қоя берді. Әрекеттерінен секем алған мамандар оларды да қылмыскерлер деп пайымдады. Сондықтан бір топ инспектор жедел түрде із кесуге аттанды. Была группа. Бұл ақпардың анық-қанығын анықтауға арнайы топ аттанды. Олар аңатуға шыққан браконьерлер болуы да мүмкін. Үй жануарларын іздеген жергілікті тұрғындарда болуы ғажап емес. Еліміз бойынша киіктерді қорғауға бағытталған 22 тірек бекеті бар. Ал Маңғыстау мен Ақтөбе облысында 22 қорықшы жұмыс істейді. Бұл әрине аздық етеді. Мамандар күні-түні дамыл таппайды. Астыртын нарықта жануардың мүйізіне сұраныс жоғары. Тіпті қыруар қаражат, айыппұл мен қылмыстық жауапкершілікте киелі аңға мылтық кезенушілерді тоқтатар емес. Киіктің аталығын атқан азамат 500 айлық есептік көрсеткіш немесе 1 миллион 200 мың теңгеден астам айыппұл төлеп, барлық аңшылық құралдары тәркіленеді. 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы да бар. 10 болады, 15 болады, әр группа болып енді неге шығады, үсіртке осылай киікке шығады. Мүйіз деген бәле болды бізде. Мүйізге олашады, соны қорғап жатырық.
қазір жайлап өсіп келе жатыр. Өткен жылы Ақтөбе облысында 9 қылмыстық іс тіркеліп, 14 азамат жауапкершілікке тартылған. Киіктің 84 өлексесі табылып, 56 дана мүйіз анықталды. Бұл құқық қорғаушылардың қолға түсіргендері ғана. Тиісті материалдар жиналып, Ырғыз аудандық сотына жолданып, 14 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 122 миллионнан астам ақша мына сот орындарына мына шығын есебінде талап берілді. Оның енді 58 миллионы қазіргі таңға өндіріліп алынып тұр. Осыдан 10 жыл бұрын Қазақстанға келген Германия азаматы Штефан Цуппер киік санағына жылда атсалысады. Осы уақыт аралығында жануарлардың саны айтарлықтай көбейгендігін айтады. Бірақ ақбөкендердің емін-еркін жайылуына адамзаттың жаңа жерлерді де игеру кедергі дейді. У этой популяции сергаков есть. Үстіртті мекендейтін киік үшін қиындық бар. Қару кезеген браконьерлер өз алдына жайылым жерлері де азайған. Осыдан бірнеше жыл бұрын салынған темір жол жануарлардың оңтүстік аймаққа өтуіне кедергі. Сондықтан киіктер қыстың күні солтүстіктегі жайылымда қалуға мәжбүр. Үстірттегі санақтың бірінші күні ақ 200-ден астам жануар көзге ілінген. Жайылымдарда белгілі болды. Бұл көңілге қонымды сандар. Облет показал. Көкке көтеріліп, киіктердің қыр жоталарға жақын жүргендігін анықтадық. Енді шамамен 50 сағат ұшу жоспарымызда бар. Сосын Батыс Қазақстан облысындағы киіктерді түгендейміз. Уральская популяция, она считается самой многочисленной, где превышает около 98 тысяч. Ақбөкендердің Орал популяциясы еліміздегі ең көп шоғырланған болып есептеледі. Қазір олардың саны 98 мыңнан астам деген ақпарат бар. Одан кейін бетпақдаланың киігі келеді. Өткен жылғы санақ қорытындысы бойынша шамамен 48 мың жануар анықталды. Жайылымдары орталық Қазақстанның аумағынан батыс, оңтүстік, батыс аумақтарда. Ең азы осы үстірт даласындағы ақбөкендер. Былтырғы есеп бойынша 3 мыңға жуық киіктің осы жоталарды паналайтындығы анықталды. Дегенмен биыл олардың саны 3 мыңнан әлдеқайда көп болады деп үміттеніп отырмыз. Қалықтап ұшқан әуе көлігі әбден ескірген. Бұл Ан-2 ұшағының ауыл шаруашылық шараларына қолданғалы 50 жылға жуықтады. Мамандар киіктердің саны мен жайылым өрісін әуе арқылы бақылауға заманауи технологиялар қажет дейді. Бірақ әзірге бюджетте дрон аппараттарын сатып алуға қаражат қарастырылмаған. Тек Атырау облысында жануарлар дүниесін қорғау мекемесіне жаңа ұшу қондырғысын мұнай компаниясы сыйға тартыпты. Тікұшақтар мен ұшақтардың гүрілінен тым-тырақай болып далаға қашатын ақбөкендерді заманауи дыбыссыз қондырғылар арқылы зерттеу өте тиімді. Дрон идет по заданному маршруту, управляется оператором. Тікұшаққа қарағанда дронның ұшуы азы болғандықтан киіктер тобына жақын баруға болады. Біз үлкен ауқымды қамтитын дрондардың көмегімен оларды әуеден суретке түсіріп, бейне таспаға жазамыз. Оны кейіннен асықпай қарап, ақбөкендер туралы толық мағлұмат алуға мүмкіндік туады. Қазақстанның табиғи биоалуандылығын сақтау ассоциациясы өкілдері өткен ғасырдың 90 жылдары ел аумағында 1 миллион киік болғандығын айтады. Тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдарында олардың саны 50 есе азайып, шамамен 20 мың бас жануар қалған. Қызыл кітапқа енген иен даланың иелері тек 2004 жылдан бастап көбейе бастады. 2012 жылы 130 мың, былтырғы санақ 152 мың киіктің бар екендігін көрсетті. Ендігі меже 200 мың. Ол үшін жан-жақты қорғауға алып, жануарлардың еркін жайылуына жағдай жасау қажет. Киіктердің төлеу маусымында суыт жүрген жолаушылардың жолын кесу маңызды. Бетпақдала киігі төлдеп құралайын өргізуге Ақтөбе облысының Ырғыз ауданын таңдайды. Мұндағы табиғи резерват аумағының табиғаты мен мыңғыраған жануарлар жайылымдарының адам көзінен алшақтығы еркін көсілуге мүмкіндік береді. Инспекторларда күні-түні күзетеді. Одан қалды құралай желі кезінде елімізде браконьер жедел алдын алу іс-шарасы жүргізіледі. Бұл киіктердің тыныштығына бағытталған амалдардың бірі. Жануарлар төлінің белі қатып, тобына қосылғанша инспекторлар дала шарлайды. Ақбөкен санын есептеп, жайлау қостарын белгілеп жүреді. Мына құралай шамамен бүгін таңертең дүниеге келген, белі қата қоймапты, және де аяғына нық тұра алмайды. Анасы осы жерге тастап кеткенімен 1-2 сағаттан соң әлі жинап келгеннен кейін қайтадан қайтып келіп, соңына ертіп кетеді. Мамандардың айтуына қарағанда төлдеу науқаны уақытында әрі тиісті жағдайда өтуде. Ырғыз ауданына шамамен 10 мың бастан астам жануар жиналған. Әрбір аналық киік орташа есеппен 2 құралайды дүниеге әкелетінін ескерсек, келер жылы олардың саны әлдеқайда артуы тиіс. Бастысы 2015 жылғы қырғын қайтып келмесе болғаны. Зор апатқа ұшыраған жерлерінде негізінен мына киіктердің қырылуын алдын алу мақсатында жұмыстар атқардық біраз. Негізгі мына миграциялық жайылымын анықтап,
сол киіктердің жайылымында шөптерінен сынамалар алынды. Соларының топырағынан сынамалар алынып, солардың суынан сынамалар негізі сол Ақтөбе облыстық экология департаментіне жолданып, олардың қорытындылары шығарылуда. Жануарлар әлемінің тыныштығын қорғайтын мамандар жағдайдың түзеліп келе жатқандығын айтады. Мемлекет тарапынан көрсетілген қолдау қылмыскерлермен күресті жаңа деңгейге жеткізген. Бұрын жете алмайтын едік, УАЗбен жипке жете алмайтын едік. Браконьерлер мықты 10 амортизатор, 8 амортизатор салынған машиналарды мінеді. Соған біз УАЗбен жете алмайтын едік. Қазір мына жип автокөлігін бергеннен кейін оларға жетеміз. Дегенмен жыл басынан өңірде браконьерлік фактінің орын алмағандығын айта кету керек. Тәртіп сақшылары бұл жайтты жазаның күшейгендігімен байланыстырып отыр. Әскерден кейінгі 30 жыл ғұмырын жан-жануарды қорғауға арнаған Александр Книжник ендігі кезек тәртіп сақшыларында дейді. Әрбір учаскелік инспектор киіктердің маңыздылығын тұрғындарға әрдайым жеткізіп отырса деген тілекте. Это наше достояние, как бы. Если мы не будем охранять и заботиться о ней, то кто будет? Киіктер Қазақстанның байлығы екендігін халыққа жеткізу керек. Егер біз қорғамасақ, сырттан келіп оны ешкім аман алып қалмайды. Сондықтан түсіндіру жұмыстарын көп жүргізу қажет. Қорықшыларда өскелең ұрпақ өкілдерімен кездесулерді жиі ұйымдастырып тұрады. Кезекті тәрбие сағаты Ырғыз ауданының Тауып ауылының бүлдіршіндеріне оқылды. Мұндай кездесулер әрине үнемі нәтижесін береді. Себебі мына келе отырған ұрпақтың, жас балалардың ойында жақсы сақталады. Олардың мемлекеттің жүргізіп отырған, мысалы, саясаты негізі табиғат қорғауға байланысты, киіктердің қорғалуына жүргізіп жатқан саясат оларға әрине оң нәтиже береді. Бұндай іс-шараларда үнемі өткізіліп тұрады негізінде. Шетелдіктер тарапынан да Қазақстан табиғатына қызығушылық жоғары. Қызыл кітапқа енген жануарларды зерттеп, олардың санын арттыруға көмектесеміз дейді. 10 жылдық тарихы бар Ырғыз Торғай табиғи резерваты мамандарымен бірге қызмет етуде. Негізі резерват ашылған 2007 жылдары 20 мың ғана үстінде киіктер болды. Қырылғанға дейін ол 8 жылда 10 есе өсіп еді. Енді қазір осы жұмыстар қайта басталған сияқты болып тұр қазір. Бір енді 3-4 жылда сол қалпына қайтып келеді деп ойлаймыз. Бір төтенше індет болмаса. Соңғы 3 жылдан бері шығын жоқ. Індет бұрынғыда 2015 жылда болған аймағымызда 10 мың бастай киік төледі, 10 мың үстінде. 200-дей киіктің лағы ұсталды. Салмағы өлшен, дене тіндері өлшен, сынамалар алынды, қанынан басқа сырға салынды, осындай жұмыстар жүргізілді. Бұлай кездескен 10 шақты бас шығын болды, оның ішінде 3-еуі аналықтан, 7-еуі лақтан. Бұның да себеп сол жерде ғалымдардың қатысуымен бәрі анықталды, не себептен өлгенін, ол табиғи нәрсе, басқа еш нәрсе болған жоқ. Бір-екеуінің құстары жыртқыш құстар жеген. Осындай жұмыстар аяқталып кетті, енді көңіліміз толып отыр. Ақтөбе облысынан бөлек Қостанай, Қарағанды мен Қызылорда облыстар аумағының 1.173.511 гектары табиғи резерватқа тиесілі. Бұл жерде киіктерден бөлек құстардың 250 түрі, оның ішінде қызыл кітапқа енгені 32 қанатты кездеседі. Сүтқоректілердің 42 түрі тіршілік етеді. Ырғыздың 80 көлінде балықтардың 8 түрі кездеседі. В прошлом году поймали 4 браконьеров на 2 снегоходах. Өткен жылы қос қар көлігін ерттеген 4 браконьерді қолға түсірдік. Табиғи резерват ішінде аңшылыққа шыққандығы үшін тиісті хаттама толтырылды. Олардың айтуына қарағанда тек қасқыр атуға шыққан, ал қорғау аумағына адасып жүріп тап болдық дейді. Бірақ ерекше қорғалатын аймақ екендігі туралы ескерту бағаналары әр 10-15 шақырым сайын орнатылған. Және бұл жерде аң мен құстың кез келгенін атуға тыйым салынған. Киіктермен қатар осы байлықтың барлығында келер ұрпаққа қаз қалпында жеткізу бүгінгі күннің басты талабы. Ырғыз Торғай аталатын аспан астындағы табиғи мұражайдың болашақта Ақтөбе облысынан бөлек елімізге белгілі барлық туристік нысандардың біріне айналуы әбден мүмкін. 80 көлдің бойына жергілікті шенеуніктер арнайы туристік бағыт даярлаған. Ұзақтығы 300 шақырым, оның ішінде көлікпен, атпен және жаяу Ырғыз өңірін табиғатын тамашалауға мүмкіндік бар. Маусым мен қараша айының аралығында туристер дәл осындай шатырлық алашықта өмір сүреді. Қорқытып паналайтын қызыл кітапқа енген құстардың басым көпшілігі Ырғыз ауданы маңында. Аққу, қоқиқаз, дуадақ, безгелдек пен бірқазандарды топ-тобымен кездестіруге болады. Резерват мамандары табиғи сұлулықты сақтай отырып, экотуризмді дамытудың алғашқы қадамдарын нық жасаған. Ауыл іргесінен өтіп жатқан Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізде қызмет көрсету саласын дамытуға мүмкіндік берді.